Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында колхоз-совхоз тарап, азын-аулақ кәсіпорындар жабылып, ауыл тұрғындары жұмыс жоқ болған соң қалаға қарай үдере көшті. Қолдағы бар малын сатса да, қаланың ортасынан үй алуға шама жоқ. Көпшілігі қала сыртынан жер алып, үй салуға көшті. Қалтай ақсақалдың отбасы да үлкен шаңырақ еді. Құдайға асқанда үйдің үлкендері 40-қа таяп, 30-дан асып, оқу бітіріп, үйленіп, қаладан үй алып, әке-шешеге қарасуға жарап қалған болатын. Қолдағы келіні мен баласын алып, азын-аулақ малын сатып, үлкен ұлы қала сыртынан әперген үйге бір түнде көшіп келді. Қалаға кіреберісте орналасқан жер үй 9 жолдың торабы десек те болады. Күре жолдың арғы бетінде мал базар бар. Саудаға ең қолайлы жер. Қалтай ақсақал оны бірден байқап, балаларына мал терісін қабылдау қоймасын ашып беріп, жемшөп сатып, бизнесін дөңгелентіп алып кетті. Ауыл қазағы саудаға икемі жоқ деген сөзді жоққа шығарды. Балаларына шетінен баспана, үй алып бере бастады. Базарға ауыл-ауылдан ағылып келіп жатқан малды соятын орын ашты. Сатылмай қалғаны тұратын қора-қопсы, жемшөп барлығын жүйелі бизнеске айналдырып көзін тапты. Қазақ тегіннен тегін төрттілікте береке бар демеген. Қыз-келіндері жұмыссыз отырмады. Ішек-қарын тазалап, малдың басын үйітіп, адал еңбектің нанын жеп, әжептәуір жағдайын жасап, бір-бір көлік мініп, еңселерін түзеп қалды. Қалтай ақсақал да шаруаға ширақ, есеп-қисапқа жүйрік, жас кезінде біраз жыл есепші, қойма басшысы болып жұмыс істегені бар. Бала-шағасына бағыт беріп, ақылын айтып, жөн сілтеп отырды. Сол үйдегі Үміт апамыз да дастарханы кең, қолы ашық, мейірімді, 4 ұл 5 қыз тапқан алтын құрсақты ана еді. Ұлдарын ғана емес, қыздарын да ренжітпей, әке-шешем деп келгесін көмек қолын созып, ата-аналық қамқорлығын көрсетіп, демеп, баспаналы болсын деп, жарғақ құлағы жастыққа тимейтін. Үміт әже қариясымен ақылдасып, үйдің кенжесі қолындағы ұлға арнап 2 қабатты коттедж алмақшы болады. Ол кезде қазіргідей емес коттедж үйлер қала сыртынан сирек салынатын. Бірен-саран ғана коттедж үйлер бой көтерген еді. Кенже ұлы да үйленіп, немересі де бар. Сонымен Қалтай қария сол кенже ұлға көрнекті 2 қабатты коттедж табады. Ел болған соң әртүрлі әңгіме айтылды. Алайда бұл отбасының береке бірлігіне ешкім қылаң түсіре алмады. Өйткені отағасы да, отанасы да парасатты жандар еді. Отбасылық әңгімелері базардағы әйелдер арасына тез тарап кететін. Себебі Үміт ападан жұмыс сұрап келетін ауылдастар қатары көбейе берді. Көпшілігіне көмектесті. Тұратын жер беріп, жұмыс беріп, қал қадірінше қол ұшын созды. Ауылдағы ағайынды туысты ренжіткен емес. Алайда олардың отбасылық әңгімелерді естіп алып, базарға, ауылға таратып жіберетіні бар. Осы жолы кенже ұлға алынғалы жатқан коттедждің әңгімесі базардағылардың жырына айналды. $100,000 ол кезде бұл ақша орта шаруаның түсіне де кірмейтін. Қалтай ақсақал кенже ұлына $100,000-ға үй алғалы жатыр екен деген әңгіме базарды қойып ауылға да жетті. Кенже ұлы үйленген соң Қалтай қария мен Үміт ана үлкен үйдің алдына 2 бөлмелі жаздық үй салдырып алып, сол жерде ас суын ішіп, бала-шаға, немерелерге, жұмысшыларға тамақ беретін. Қалтай қарияның жұмыс орны да сол шағын үйдің төргі бөлмесінде. Келімді-кетімді саудагерлермен де сол бөлменің бұрышында тұрған Қарасеевтен ақша алып, есеп-қисап жүргізетін. Бүгін әдеттегідей бала-шаға, немерелері барлығы қаужаңдасып, Үміт апаның дайындаған кеспесін ішіп, үйлеріне тарасты. Кіші ұлы мен келіні, немересі үлкен үйде жататын. Қазақшылық кең арқалыққа салып, біз осы жазғы үйде жата береміз, шал мен кемпірді Құдай алмаса, кім алады дейсің деп, екеуі үлкен үйге жатпайтын. Сол түні қаперсіз ұйқыда жатқан қос қария Қарасеевтің ішіндегі болмайтын ақшаға бола ажал құшатынын білсе ғой. Әттең. Түн ауа, жазғы үйге енген 3 қанішер 70-ке жетіп қалса да қарулы, еңгезердей қариямен 2 сағатқа жуық арпалысыпты. Шыны керек, біреуінің шамасы жетпей, атаны екі жақтап қылғындырып, басын таспен ұрып,
саусақтарын сындырып, әбден азаптапты. Ал апа ұйқыдан оянып, не болып жатқанын түсінбей, тұра салып есікке ұмтылғанда, есіктің алдында барлап тұрған жігіт кейуананың басынан таспен ұрған. Кейін дәрігерлер ананың қорыққаннан жүрегі жарылып кеткенін айтты. Көршілер естіп қоймасын деген оймен ешқандай қару қолданбай екі адамды о дүниеге аттандырған қанішерлер Қарасеевтен 100 000 теңге ғана тауыпты. Азанда жұмысқа оятатын анасының келмегеніне алаңдаған кіші ұл ояна салысымен жазғы үйге асығыс кіріп барды. Шағын үйдің едені қып-қызыл қанға бөккен. Сыртқы бөлмеде шалқасынан жатқан анасын көрген ол жедел жәрдем, полицияны шақыр деп жан ұшыра айғайлай берді. Ішкі бөлмеде Қарасеевтің жанында жатқан әкесінің өлі денесіне жақындауға әл дәрмені жетпеді. Дереу тергеу шаралары жүріп кетті. Қалтай қариямен сауда-саттық жасасқан саудагерлер түгел тексерілді. Қарияның ұялы телефон арқылы бірнеше адам күдікке ілінді. Ішінде шу жақтан сексеуіл әкеп өткізетін жігіттер назарға түсті. Қылмыскерлер ұсталды, жазаланды да. Бірақ қазақы бейқамдық пен қазақы кеңпейілділіктің үлгісіндей болған қос қария әлі де немерелерінің қызығын көретін еді-ау. Әңгіменің авторы Мария Жұмақожақызы.